Алатаңнан Бозторғай шырылдап, боз жусаны бұрқырап жатқан осынау киелі мекен Санжы облысының Мөргу ауылы Бесбастау деген жер екен. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай бір сай-сала тау қойнауы, жан-жағы қарағайлы таулармен көмкеріліп жатыр. Осындай елді мекенде не түрлі ғаламат адамдар болмаса басқа тіршілік дүниелер өмір сүріп жатыр. Қарап тұрсаңыз, ауасы да сондай керемет. Адамды сергітіп, тіршілік дүниесіне, тіршілік әлеміне қанат қақтырады. Анау биік шыңдардағы қарағайлар өзіңізге қасқайып қарап тұрған секілді. Осы жерден келіп арнаулы өзімізге тиесілі несібеменен тыныстап жатырмыз. Әйтсе, осы Айбол деген азаматтың бір атын алдым, әдемі, тамаша. Осындай өлкеде туылған, осындай қасиетті жерде туылған сол аттың да ерекшеліктері керемет. Айтсақ, ат шауып жете алмайтын қатты жорғасы бар. Міне әзір сол атқа барамыз. Бұл қоңыр сағал аттың құлынан туылып әзірге дейін мекенденгені осы сайдың басындағы ағарған кигіз үйлер. Сонымен ана жалғай қарағайлар осыдан мекен етеді екен. Айтса, енді бұл әр жердің өзінің қасиетіне қалай малы, адамы, басқа тіршілік иелері болады. Санжы облысының Мөргу ауылы Бесбастау. Бұл жердің әлі тиісті саяхатпенен кәсіптеніп, осындай тамаша табиғаты көркем жерлердегі, шұрайлы мекендегі, атақоныс ел жұрты бар жердегі осындай көркем тамаша табиғат дүниелері бар екен. Міне осы киелі мекенде туып өскен ел жұрт, мал жан бар. Әйтсе, мен өзім 600 километр шалғайлықтан келіп, осынау қоңыр сағал аттың көркі маған көз тартып, және осы аттың бойындағы жорға қасиеттері, басқа қасиеттері мені тәнті етіп ақыр алып келді. Бұл жануар мінекей бос тұр. Бос тұр. Әуелі жылқы басынан басталады, көріп тұрсыздар. Басынан басталған көрініс аяғына дейінгі бұл жануардың дене бітім мүшелері мінекей бәрі мені 10-20 күн тәнті еткен қоңыр атқа ақыр аяғы келіп, көзім көріп көз айдын болдым, тұр жуас. Әнекей, енді осыны иесі ноқтасын сылдырласа, ноқтасына басын саласылар. Жуастығында амал жоқ, сондай жуас мал. Айтса адам сенгісіз сөздер. Міне көз көрсе ақыр сенесіз. Осыны алыстан дуйынан көрдік, вишынан көрдік. Бұның бар жалған дедік. Міне ақыр аяғы сол атқа келіп жеттік. Атты көрдік көзімізбенен. Сол телефонда көріп, кескіндер арқылы осы атқа сөйлесіп осы атты алғамын. Атты көрген сайын көзің көркіне тоймай, сондай тамаша. Са деген тамбасы бар жануардың енді. Есінің айтысында былқырдан әзірге дейін үстіне мінбедік дейді. Әйтсе, енді осындай қыратты қырқаларда осыншалық семірген қоңыр атқа да таңдай қақпай тұра алмайсың. Қоңыр ат биыл 7 жасар. Міне мен келейін жануарға. Бой биіктігі айтпай өлшемейлі, бірде 50-ді көрсетіп тұр. Әйтсе, тамаша нәрсені бөлісіп көргенге не жетсін, сол тамаша нәрсені алдарыңызға тартып өтемін, көріңіздер. Ат өте тамаша, бірақ мізде жорғалатуға келмейді. Жер сондай күдір.
Бұл жорғалайтын жеріне барады. Құлыстайдың жазығына, Көркемілеге, Алтын Алтайға да баруы мүмкін. Сол кездерде бұның жорғасын көріп жатасыздар. Жорғасы машинені қаншасын жорғайды дейсің? 50 мен сатып береді. 50 менен Осы жерде жорғайды. сап жүр ғой енді 50. Міне осы күдірде машиненің 50 мен сататын ат екен.